Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, Ö дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен көп мағыналы сөздердің мағынасын ажыратасың, сөздерден сөйлем құрайсың, каллиграфиялық талаптарға сай жазасың. Балалар, біз өткен сабақтарда Ö дыбысымен әрпімен танысқанбыз. Бүгін біз Ö дыбысы туралы білімімізді тиянақтаймыз. Ö дыбысы туралы біз не білдік, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ö дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі. Мысалы, өрік, өгіз сөздерінде Ö дыбысы сөздің басында тұр. Көгершін, көбелек сөздерінде Ö дыбысы сөздің ортасында тұр. Енді балалар, осы Ö дыбысына байланысты мына сөз жұмбақты шешейік. Тапсырманы мұқият орында. Жарайсың, тапсырманы орындап болсаң, балалар, бізге мынандай адасқан сөздер беріпті. Осы сөздерден сөйлем құрайық. Жасады, қардан, балалар, аққала. Сөздерді орнына қойып, сөйлем құраймыз. Тағы да мынандай сөздер беріліпті. Мезгілі, ұнайды, маған, қыз. Осы адасқан сөздерден де сөйлем құра. Келесі тапсырма. Алма, қара сөздерін екі мағынада қатыстырып сөйлем құрап айт. Мысалы, биыл жаз ыстық болды. Дәптеріңе бүгінгі күнді жаз. Ол жерде балалар, жаз деген сөзге қарайықшы. Бірінші сөйлемде жаз деген жаз мезгілін білдіріп тұр. Ал дәптеріңе бүгінгі күнді жаз дегенде жаз деген сөз қимылды білдіріп тұр екен. Яғни жаз деген сөз екі мағынада қолданып тұр. Жазылуы бірдей болғанменен де мағынасы әртүрлі болып тұр. Осылай алма, қара сөздерін екі мағынада қатыстырып сөйлем құраймыз. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге балалар бүгін сөздік диктант жазайық. Өзіміз мына суреттегі зат атауларын әдемі, қатесіз дәптерімізге жазып шығамыз. Сізге балалар, мынандай смайликтер арқылы өзімізді бағалаймыз.